Бірінші ереже, шығын кірістен аз болсын. Екінші ереже, кез келген табысының 20%-ін бастығыңа бер. Ал бұл өмірде сенің бастығың тек қана сен, сондықтан өзіңе бер. Үшінші ереже, бастығыңнан артылған 80%-ті өзіңнің қажетіңе жұмсауға болады. Ақша артылып жатса жақсы, артылмай жатса ештеңе етпейді. Екінші ережені еске ал. Төртінші ереже, жалқаулық жоспардың жоқтығынан қаржылық мақсатты орындау үшін міндетті түрде оның қалай жасайтын жоспары болу керек. Бесінші ереже, аш кезде ешқашан дүкенге барма. Алтыншы ереже, 6 айға жететін ақшаны доллармен ұста, көңіліңнің тыныштығы үшін. Жетінші ереже, бір затты сатып алардың алдында оның бағасын 5-ке көбейт. Осыған сенің ақшаң жетсе, ол затты ойланбай ала бер. Жетпесе, сатып алмай қойсаң. Сегізінші ереже, қаржылық еркіндік ойлаған дүниеңнің барлығын сатып алу емес, соны сатып алуға мүмкіндіктің болуы. Екеуінің айырмашылығы бар. Тоғызыншы ереже, байлар байи